Сәлем, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 118-ші сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып біздің жобамыз сөйлемде оқшауланып тұратын сөздерді өтетін боламыз. Сөйлем ішінде өзге мүшелерден оқшауланып тұратын сөздерді жиі кездестіресің. Бұл сөздер сөйлем мүшесінің қызметін атқармайды, тек сөйлем мағынасын айқындауға қатысады. Сондай сөздердің бірі одағай. Одағай сөздердің қандай құрамдық, мағыналық ерекшеліктері барын байқап көрерлік. Бірінші, құрамдық түрлері негізгі, яғни ау, па, әй, пай, беу деген сияқты мысалдар, туынды, бәрекелді, ойпырмай деген секілді. Ал күрделі түрі пай, шөре деген мысалдар келтіруге болады екен. Ал мағыналық түрлеріне келетін болсақ, көңіл күйді білдіретін, жекіруді білдіретін, шақыруды білдіретін болып бөлінеді екен. Яғни көңіл күй алақай, ох, қап деген сияқты. Ал жекіру тәйт, тек деген сияқты. Ал шақыру көз, құрау, яғни малдарды шақырған кезде, жануарларды сол секілді бөлінеді екен. Одағай сөздер сөйлемде жай, қалыпты дауыспен айтылса, үтір арқылы ажыратылады. Мысалы, бәрекелді, өнерлі бала екен. Яғни ешқандай мағына беріп тұрған жоқ, ешқандай сөйлем мүшесі болып тұрған жоқ, үтір арқылы өзін айқындап тұр. Одағай сөздер сөйлем ішіндегі басқа мүшелерден көтеріңкі, ерекше дауыспен айтылса, олардан кейін леп белгісі қойылады. Яғни алақай, мен жүлдегер атандым. Яғни одағай сөздер айтылу мағынасына, көңіл күйіне байланысты леп белгісі болмаса, үтір арқылы өзінің қандай мақсатта айтылып тұрғанын айқындайды екен. Бізге тапсырма берілген әдебиеттік оқу кітабынан одағайы бар мәтін тауып, одағай сөздерді құрамы мен мағынасына ажырат. Оқшау сөздерге жататын қаратпа, қыстырма сөздердің біріне осындай бет құрастырып көр. Ол үшін қаратпа және қыстырма сөздердің мағыналық ерекшеліктерін зертте, мысалдар келтір. Дайындаған материалдарыңды сыныптастарыңның алдында қорға дейді. Бірінші әдебиеттік оқу кітабынан, яғни осындай одағай сөздер кездесетін бір өлең жолдарын болмаса мәтіннен мысал аламыз. Мысалы, бізде әдебиеттік оқу 3-ші бөлім 38-ші беттегі өлеңнен үзінді, яғни әй, асыл күн қарашы, нұрдан менің көйлегім, күн сөйледі сол кезде. Бұл жердегі яғни одағай сөз әй деген сөз болып тұр, ал құрамдық түрі негізгі болып тұр. Ал екінші түріне мысал келтірсек, дәл сол өлеңнің басқа шумағы, яғни бестіктерді іздедім, қымбат бағаманымнан, өшіріпті іздерін қап әттеген ай. Бестік баға туралы түстеген өлеңнен алынған шумақ. Одағай бұл жерде қап деген сөз. Ал мағыналық түріне келетін болсақ, көңіл күйді білдіреді. Әттеген ай деген сөзде былай мағыналық жағынан осы одағай сөзге жатады. Ендеше қаратпа сөзді зерттеп көрейік. Қаратпа сөз деген сөйлемде айтылған ойдың кімге арналғанын білдіру не оған басқаның назарын аудару мақсатында жұмсалатын сөз немесе сөз тіркесі екен. Қаратпа сөз болатындар жалқы есімдер, туыстық атаулар, эмоционалдық мәнді сөздер, көркем әдебиетте жан, жануар, жер, су атаулары және де тағы да басқалар екен. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін үтір не леп белгісі, ал ортасында келсе, екі жағынан үтір белгісі, ал соңында келсе, оның алдынан үтір қойылады екен. Мысалы, балам, жөніңді айтшы, біздің көрсең сәлем бер деп әкең айтып па еді? Жоқ, өздігіңнен істедің бе деді. Бұл жерде балам деп қаратпа сөз айтылып тұр. Сөйлемнің басында келгендіктен ол сөзден кейін үтір қойылып тұр. Яғни сөздің айтылу барысына байланысты, көңіл күйіне байланысты леп белгі және үтір қойылады. Келесі, осыған ұқсас қыстырма сөздерді айтатын болсақ, сөйлеушінің не жазушының айтылған ойға
әртүрлі көзқарасын, сезімін білдіретін моральдық мәні бар сөздерді айтамыз. Қыстырма сөз бір сөзден де бірнеше сөзден де тұратыны белгілі. Қай реттерде сөйлем түріндегі қыстырма сөздер кездеседі. Мысалы, қыстырма сөз айтылған ойына автордың сенімін, күдігін, жорамалын, тағы да басқа көзқарасын аңғартады. Мысалы, кім біледі, сен кәпір баяндыдан сендің бе, әлде айналып кім білер? Бұл жердегі кім біледі деген сөз, яғни күдікпен айтылып тұр, иә? Бұл яғни қыстырма сөз болып тұр. Қыстырма сөзді де табу үшін ол сөздерден кейін әрине үтір қойылады екен. Жалпы бұлардың барлығы оқшау сөздерге жатады. Үшеуін айыру үшін қаратпа сөздер назар аударту мақсатында айтылады. Қыстырма сөздер көзқарасын білдіру мақсатында айтылады, ал одағай сөз көңіл күйін білдіру мақсатында айтылады. Мысалы, қаратпа сөздер тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылады. Мысалы, менің ойлаған ойымның үстінен түстің, ботагөз. Яғни ботагөз деген адамның аты, сол арқылы соның назарын аудартып тұр. Қыстырма сөздер сөйлеушінің айтылған пікіріне әртүрлі көзқарасын білдіреді. Мысалы, бәсе, солай болады деп айтып едім ғой дейді. Бәсе деген яғни өзінің ойын білдіріп тұр және үтір арқылы ерекшеленіп тұр. Одағай сөздер айтушының көңіл күйін білдіру үшін қолданады. Қап, барлық еңбектері далаға кетеді ау. Бұл жердегі қап деген сөз, яғни оның өкінішін, көңіл күйінің білдіріп тұрған сөз ретінде қолданып тұр. Байқасаңдар, үшеуінде де үтір арқылы ерекшеленіп, оқшауланып тұр. Ешқандай мағына және сөйлем мүшесі болмайды. Тереңінен айтатын болсақ, қыстырма сөз сөйлемге модальды түрде мағына үстейді. Модальділік айтылған ойға айтушының көзқарасын қоса білдіру. Әрбір сөйлемге сондай модальділік тән. Мысалы, сөйлеуші, жазушы бірдененің жайына көзі жетіп, не болжап, не күмәнданып сөйлем құрауы мүмкін. Мысалы, Қайыржан келді. Қайыржан келетін шығар. Қайыржан келер ме екен? Сөйлемнің осындай мағыналық айырмашылықтарын түсіндіру, түрлендіре түсу үшін оның ішінде оқшау сөз қосып айтуға да болады. Мысалы, мен білсем, Қайыржан бүгін келеді. Қайыржан шамасы бүгін келетін болар. Қайыржан кім біледі, келе ме екен? Бұл жердегі мен білсем, шамасы, кім біледі деген сөздер, яғни оқшауланған сөздер, қыстырма сөздер болып тұр. Ешқандай мағына да үстемейді, тек адамның көзқарасын қоса білдіріп тұр. Ал қаратпа сөздің ерекшеліктеріне келетін болсақ, әй, ей қаратпа сөздері бар сөйлемдер дөрекелікті білдіреді. Әй, Олжабек, бері кел. Бала, әй бала, қайдасың деді аттылы адам. Яғни бұл жердегі әй бала, әй деген сөздері арқылы ол дөрекілікті білдіріп тұр және де адамға қаратып, адамды шақырып тұр. Бір қатар қаратпа сөздер біреуге жылы шыраймен, жасы кішіні жақын көріп сөйлегенде қолданылады. Олар мысалы қалқам, шырағым, күнім, сәулем, бауырым сияқты біреуді басқа затқа балап айтқан сөздер. Мысалы, қарағым бермен кел, бізге де көңіл бөл. Яғни бізде үлкен әжелеріміз кейде есімін білмеген балаларға шырағым, қарағым деп жаңағыдай өзіне қаратпа сөздер арқылы қаратып алып жатады, шақырып. Жалпы оқшау сөздердің бір-бірінен айырмашылығын түсіндіңдер деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсылап түсініп, әр сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар.